Инвестициялау жолы қандай? Тыңдасаңыз, сіз ұмытасыз. Қарасаңыз, есіңізде сақтайсыз. Жасасаңыз, түсінесіз. Конфуций. Бірінші қаржылық қорғаныс, екінші қаржылық қауіпсіздік, үшінші қаржылық еркіндік. Бұл инвестициялаудың үш жолы. Көпшілік адамдарды қайда және не үшін инвестициялау деген сауал мазалайды. Ақшаны басқаруды үйренсеңіз, олар өзі сізге көп мөлшерде келеді. Міне сол кезде инвестициялау туралы біліміңіз қажет болады. Себебі көпшілік адамдар артық ақшамен не істеу, қайда салу керектігін шынайы жағдайда қалай бағалауды білмейді. Сондықтан оны түрлі ұсақ заттарға жұмсайды. Тек кейіннен ғана өз ақшасын іске салып, пайда табуға болатындығын ойлайды. Алайда барлығы кеш, ақша жұмсалып кеткен. Алтын жұмыртқа туатын тауық туралы нақылды есімізге түсірейік. Бір шаруа тауығының алтын жұмыртқа туғанын көреді. Ол сенбей жұмыртқаны қолына алады. Ол шынымен алтын болады. Ол зергершіге барып жұмыртқаны көрсетеді. Ол оған ақша береді. Келесі күні тағы сол жағдай қайталанады. Тауық қайтадан алтын жұмыртқа туады. Ол жағдай шаруаның шыдамы таусылғанша созылады. Сөйтіп, ол оны қалай жасайтындығын білу үшін құсты өлтіруге шешім қабылдайды. Ол тауықты өлтіреді, алайда оның көргені тек тағы бір алтын жұмыртқа болады. Сіздің салымнан алатын кірісіңіз алтын жұмыртқа. Бізге алтын жұмыртқа туатын өзіміздің тауығымызды салу қажет. Бізде біраз ақша жиналғанда, тауықты өсіруге мүмкіндік туғанда, біз жаңа киім, машина сатып аламыз. Сол уақытта аса қажетті заттарды аламыз. Жақын жерде демалу мүмкіндігі болса да, шетелде демалғымыз келеді. Егер пәтер, машина, алтын бұйымдар сатып алсақ, бай болып кететіндей көрінеміз. Бұл олай емес. Қымбат көлік айдап, қымбат костюм киіп, алтын бұйымдар тағатын адамдардың шотында әдетте ақша болмайды, себебі ақшаны жұмсау оңай. Көпшілігі жақсы ақша тауып, оны аз уақыт ішінде жұмсап тастағанша бай болады. Ақшаны табу, сақтау мен көбейтуден оңай. Сіз ақылсыз бай адамды білесіз бе? Жоқ, екінші курстың студенттері профессордан артық білеміз деп санайды. Ал сержант өзін майордан ақылдымын деп есептейді. Кейде көшеде тұрған сержанттан гөрі генералмен ортақ тіл табысы оңай болады. Және бұл жиі кездеседі. Неліктен? Себебі маңызы төмен адамдар әрқашан өз маңыздылығын нақтылағысы келеді. Сондықтан сізге алтын жұмыртқа туатын өз тауығыңызды жасау керек. Сізге бір айда күшті болмаса да, дұрыс өмір сүру үшін қанша ақша қажет екендігін есептеп көріңіз. Тіпті кірісіңіз 2-3 есе артса да, осы сомаға өмір сүру керек. Бір күні менің семинарыма бір қарапайым әйел келді. Ол барлық тренингтерге қатысты жақсы әрі үлкен құлшыныспен оқыды. Оның қанша ақша табатындығын туралы сұрағанда, ол байыпты түрде 10.000 теңге деп жауап берді. Мен қатты таңғалдым. Содан соң менің семинарыма ақшаны қайдан алатындығын сұрадым. Ол алғашқы қадамнан ақ өмірді жақсарту үшін бірдеңені өзгерту қажеттігін түсінгендігін айтты. Ол кір жуатын машина сатып алу үшін кредит алып, ақшасын өз оқуына, яғни өзіне жұмсады. Ең жақсы салым өзіңе салған салым. Мұны ештеңемен салыстыруға болмайды, тіпті балаңыздың оқуымен де. Неге? Кейбір адамдар өз балаларынан көңілдері қалады, себебі өзі барлығынан бас тартады, дұрыс тамақтанбайды, дұрыс киінбейді, өз қолдарындағын барын балаға салады. Ал бала өсті де, сендер сонша ерекше не істедіңдер? Қалған ата-аналар не істесе соны істеген сияқтысыңдар дейді. Баласы олардың жанкештілігін түсінбеді және ата-анасы істегеннің барлығын міндетті істеулі тиіс зат ретінде қабылдады. Мұны естіген ата-аналардың көңілі қалады. Өзіңе салған инвестициядан артық зат жоқ. Әлемде сізді өкінішке алып келмейтін екі зат бар: Құдайға сыйыну және өзіңді құрметтеу. Оны ешкім ешқашан ұрлай алмайды, ол сізбен мәңгі қалады. Айына $200 өмір сүретін адамдар бар екендігін білемін. Бір ай ішінде өмір сүре алатын сомаңызды анықтап көріңіз және өз қаржылық жоспарыңызды құруға тырысыңыз. Яғни алтын жұмыртқа туатын тауықты. Сіздің бұрынғы жоспарларыңыздың барлығы ақшаны жұмсау үшін жасалынған. Қазір сіз қаржылық жоспардың шығын жоспарын шын мәнісінде несімен ерекшеленетінін түсінесіз. Бірінші, қаржылық қорғаныс. Бір орташа жанұя өмір сүре алатын сома $500 алайық. Кез келген басқа жанұяны алсаңыз да болады. Бұл сома 6-ға көбейтіңіз. $3000 болады.
6 саны айларды білдіреді. Ал $3,000 жарты жылда жанұяны асырау үшін қажетті сома. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз, егер сізде осы сома болса, сіз өзіңізді сенімді сезінесіз. Сіз тынышталасыз, сіздің ішкі қорқынышыңыз болмайды. Қандай жағдайды болса да, жұмыстан шығарып жіберсе де, денсаулық нашарлауы болса да, сіз жанұяңыздың жарты жыл бойы бұрынғы қалыпты түрде өмір сүретініне сенімді боласыз. Және сіз осы кезеңде сіздің жанұяңыз қаржылық түрде қорғаулы екенін түсінесіз. Кейбір адамдарда мұндай сома бұрыннан бар, ал сізде болмаса ше, онда кафе, мейрамхана, арақ, темекі, демалыс дегендерді ұмытыңыз. Оның барлығын осы сома жиналғанша тоқтатыңыз. Ешқандай көңіл көтеру, қымбат, опа, далап деген болмауы тиіс. Тек тамақ пен қажетті затқа ғана ақша жұмсалуы тиіс. Осы соманы жинамайынша сіздің демалып, көңіл көтеруге құқыңыз жоқ. Ал енді осы соманы 12 айға көбейтейік, $6,000 шығады. Егер біреулерде осындай ақша болса жақсы, ал қалғандары үшін жоғарыда көрсетілген ережелер мен шектеулер қойылады. Себебі жарты жылға жететін сақталған ақша аздық етеді. Сондықтан ең жақсысы бір жылға жететінде ақшаны сақтап қою. Сол уақыт аралығында егер сізді қызметтен қысқартатын болса, басқа жұмыс іздеп табуға мүмкіндік болады. Міне осы қаржылық қорғаныста болу деп аталынады. Автомобиль немесе мүлікті сақтандырудан мысал келтіруге болады. Статистика бойынша сақтандырылған көлікке ештеңе болмайды. Сақтандыру агенттіктері көрсеткен жағдайлардың 90%-ы сақтандырылмаған көліктермен болады. Неге екенін білесіз бе? Себебі сіз көлігіңізді немесе басқа мүлкіңізді сақтағанда орнына сенімділік пен ішкі тыныштыққа ие боласыз. Өз материалдық жағдайыңызды сақтандырғанда тұрақсыз болашақ қаупі қорқыныштан алыс боласыз. Мысалы, бір әйел жақын инфляцияға болып барлығы қымбаттайды дегенді естіпті, және барлық жинаған ақшасын болашаққа қажет болады деген заттарды сатып алыпты. Оларды үйіне алып барып тығып қояды, ал жұмысынан үйіне оралғанда үйін тонап кеткендігін көреді. Оның таңданысында шек болмады. Неліктен? Бұл жағдай дәл сол әйелмен болды. Себебі өз санасында ол болашақта болатын қиыншылықтан қорқыныш сезімімен болды. Ол қорқыныш арқылы жағымсыз жағдайларды өзіне тартты. Ал сақтандырылған адам қорқып қобалжымайды, оның санасы күмәндану мен жағымсыз уайымнан алшақ болады. Ол еркін әрі жинақты болады. Қажетті сома жиналғанда оны банкіге бөлек шотқа салыңыз. Оған басқа ақша қоспаңыз. Сол кезде сіз нақты соманы білетін боласыз. Ал әзірше шығындарыңызды шектеп, жоспарланған пайызды жинақтауыңыз қажеттігімен көндігіңіз. Бұл сіздің отбасыңыздың қаржылық қорғанысы үшін қажет. Егер кенеттен сіздің бизнесіңіз қиындыққа ұшырап, кірісіңіз азайса, сіз тыныш бейхан боласыз. Себебі ондай жағдайда шотыңыздағы ақшаны алып, отбасыңызға қажетті заттармен қамтамасыз ете аласыз. Сондай-ақ бұл ақшаны сіздің бизнесіңізге қатысы жоқ, тек отбасылық бюджет екендігін ұмытпаңыз. Ақша қолма-қол болуы тиіс. Бұл сомаға тиіспеңіз. Қандай жағдай болмасын, ол ақшаны алмаңыз. Егер де белгілі жағдайларға байланысты ол соманы алып қойсаңыз, тезірек қайта толықтырып қойыңыз. Инвестициялау жолы. Қаржылық қорғаныс. $500 6-ға көбейтеміз, яғни $3,000. $500 айлық кіріс, 6 бұл яғни жарты жылға 6 айға есептелген қаржылық қорғаныс. Ал 12-ге көбейтсек, бұл бізде $6,000, бұл бір жылдық отбасылық қаржылық қорғаныс. Ақшаның бір қасиеті бар. Құдайдың қасиетті кітапта жазғандарын есімізге алайық. Кімге берілсе, сонда өсет, ал кімге берілмесе, соныкі азаяды. Бұл заң осы жерде де жүзеге асады. Белгілі сома жинаған кезде кірісіңізді қалай ұлғайғанын байқамай қаласыз. Жаңа ұсыныстар түсіп, жаңа мүмкіндіктер ашыла бастайды. Табыс көбейеді. Себебі бұл өмірдің заңы. Кімге берілсе, сонда өсет, ал кімге берілмесе, соныкі азаяды. Екінші, қаржылық қауіпсіздік. Енді $500 бір ай көлемінде өмір сүруге жететін сома болуы тиіс. Нақты қатып қалған $500 емес, жалпы бір ай көлемінде отбасыңыздың өмір сүре алатын сомасы болуы тиіс. Яғни $500 алайық, оны 150-ге көбейтейік. Бұл ережені Бодо Шефер жасап шығарған. Математикадағы Пифагор формуласы есіңізде ме? Бұл формула тұрақты және ешқашан өзгермейді. Осы сияқты Бодо Шефер де қаржылық қауіпсіздік үшін қажетті тіркелген соманың есебі үшін ереже ойлап тапты. Яғни қаржылық еркін болу үшін, қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін сізге біртіндеп
$75.000 жинау керек. Дәл осы соманы сіз өз отбасыңызға қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз етесіз. Егер сіз осы соманы банкіге 8% жылдық пайызбен салсаңыз, жылына $6.000 алып отырасыз. Егер бұл соманы 12 айға бөлсе, онда айына $500 төлем шығады. Егер сіз $75.000 жинақтасаңыз, сіз өзіңіздің қаржылық қауіпсіздікпен қамтамасыз ете алатын адамдар қатарына кіресіз. Енді сіз өмір бойы жұмыс істемесеңіз де ай сайын банкіден жиналған пайызыңызды алып қалыпты өмір сүре бересіз. Сонымен қатар, мынаған назар аударыңыз. Сіз алдымен $6.000 жинап қаржылық қорғанысқа ие болдыңыз. Содан соң ғана келесі сома $75.000 жинай бастадыңыз. Шотыңыздағы осы сомамен сіз қаржылық қауіпсіз адам болдыңыз. Себебі жұмыс істемей ай сайын банкіден $500 көлемінде ақша алып өмір сүре аласыз. Енді сұраққа жауап беріп көріңізші. Егер сіз осы ережелерді 5 жыл бұрын білсеңіз, осы ережелерді қолданып қаржылық қорғанысы бар адам болар ма едіңіз, әлде жоқ па? Көп адамдар тіпті ойлау деңгейінде өзіне бай адам болуға рұқсат бермейді. Бай адамдар сияқты ойлай алмайды. Сондықтан мен сіздерге ақшаны қалай табу жайлы емес, оны қалай басқару қажеттілігі жайлы айтып отырмын. Себебі алдымен дәнді отырғызатын орынды дайындау қажет. Дәнді асфальтқа сеуіп көріңіз, ол ешқашан өспейді. Осы ережелер жайлы алғаш рет естігенімде мен мүмкін осы ақшаны жинасам 20 жылдан кейін сол соманы жинақтайтын болармын деп ойладым. Мен шынымен де ол ақшаны жинау үшін сонша уақыт қажет болады деп ойладым. Алайда мен мақсатты түрде талмай жұмыс істей бастағанда 1,5 ай ішінде қаржылық тұрақтылыққа ие болып қатты таңғалдым. Келесі 8 ай ішінде қаржылық қауіпсіз адамға айналдым. Оның қалай болып жатқанын өзім түсінбедім. Барлығы бұлай тез болады деп ойламаған едім. Дәл сол кезде мен жасай бастаңыз, сондықтан әлем сізге көмекке келеді деген сөзді түсіндім. Сеніңіз, бұл шынымен де солай. Себебі Құдай шығармашылық, мақсатты, жетістікті адамдарды жақсы көреді. Солар үшін ол ерекше жағдайлар жасайды. Және де солғын бастамасы жоқ, өзіне сенбейтін, әрқашан жылап отыратын адамдар жақсы көрмейді. Қатты жел әлсіз өсімдіктер мен жеңіл заттарды оңай құлатады. Тоқтап қалған, өспейтін, қозғалмайтын заттың барлығы өмір сүруді тоқтатады. Шөптер, гүлдер, жануарлар, тіпті ағып жатқан суда қозғалыссыз суға айналады. Сол сияқты сіз бірдеңеге қолыңызға алып қимылдай бастасаңыз, Құдай да сізге көмектеседі. Егер сіздің қызметіңіз тіпті бір адамның жетістікке жетуіне көмектесіп, оның өмір сүру деңгейін көтерсе, тағдырдың өзі сізге жәрдемші болады. Бай адамдардан ненің арқасында сондай дәрежеге жеткендерін, қалай қол жеткізгендерін сұраңыз. Олардың көпшілігі, мен шынымды айтсам, өзімде жауабын білмеймін. Жұмыс істеуді бастадым, қалғаны өз-өзінен болды деп жауап береді. 20 ғасырдың 70-ші жылдары 5 студенттің құрған жаңа компаниясы пайда болды. Олар жиналып ферма құру туралы келісті, алайда неден бастайтындарын білген жоқ. 2 жыл уақыт идея құрумен өтті. Олардың біреуі сәйкес логотипі бар футболка ойлап табады, және осы компаниядағылардың барлығы оны кие бастайды. Міне қаншама жылдан бері әлемдегі қаншама адам алда жаса, яғни just do it деген жазуы бар футболкаларды киіп жүр. Бұл компанияның барлығымызға мәлім, спорттық киімдер шығаратын Nike компаниясы. 5-7 жыл ішінде олар біраз атақты фирмалардан озып кетті. Олардың жетістігінің құпиясы оңай, жай ойлағанын бірден іске асырды. Спорттық киім шығаратын ірі әрі жетістікті компаниялардың біріне айналды. Сондықтан күмәндарыңызды артқа тастап істей бастаңыз. Жетістікті сізге өзі келеді. Жасым келмейді, бастапқы капитал жоқ, бизнес үшін заңдар дұрыс емес, немесе отбасылық жағдай кедергі келтіреді деген сылтауларды айтпаңыз. Өзіңіздің қимылсыздығыңызға жауап іздемеңіз, себебі ақталатын сөздерді табу оңай, сіздің өміріңіз одан да өзгермейді. Шешім қабылдап, арманыңызға қарай беттегеніңіз дұрыс емес пе? Өзіңізді соған сендіруге тырысыңыз және қимылдай бастаңыз. Менің семинарларымнан кейін адамдар өз табыстарын келесі 2 айда барлық ережелер мен қағидаларды орындай отырып 20-50% арттырғандары туралы мысалдар келтіреді. Сондықтан кітапта жазылған барлығы ақпарат жиынтығы ретінде қарамай, өз мақсатыңызға жетуге жалған жолдарға соқтықпауға көмектесетін карта секілді өмірлік тәжірибе ретінде қабылдаңыз. Егер сіз қаржылық қауіпсіздікке қол жеткізсеңіз, негізгі соманың пайызын өмір сүре аласыз. Алайда бұл сіздің енді жұмыс істеуіңіз қажет емес дегенді білдірмейді. Көтерілуге болатын келесі баспалдақ әлі алда.
Енді инвестициялау жолы жоғарыда айтылған ережеге қайтып оралайық, яғни қаржылық қауіпсіздік. $500 150-ге көбейтеміз, бұл $75,000. $500 айлық кіріс, 150 бұл бізде формула, яғни $75,000 банкке салып 8%-бен жылдық табысы бұл, яғни $6,000. $6,000-ды 12 айға бөлеміз, яғни бір айдағы $500. Бұл яғни сіздің $75,000 жинасаңыз қаржылық қауіпсіздікте боласыз дегенді білдіреді. Үшінші, қаржылық еркіндік. Сіздің ойыңызша жақсы өмір сүруіңіз үшін қанша ақша керек? Мысалы, өзіңіз қалаған затты сатып алу үшін, анда-санда кафе, ресторандарға барып тұру үшін, Таиландқа барып демалу үшін айына $10,000 қажет делік. Сіз үшін бұл үлкен сома. Сіз өзіңізді осы сома сіздер бар сияқты сезінуіңіз қажет. Осындай өмірге лайық екеніңізге сенуіңіз қажет. Өз қабілеттеріңізден күмәндамауыңыз керек. Өзімізді осылай ұстасам бай болып кетпеймін деуіңіз мүмкін, бірақ мен егер өзіңізге сенсеңіз боласыз деймін. Сіз дәл солай көңіл күй туыңыз керек. Ал енді $10,000-ды 150-ге көбейтіп $1,5 миллион алайық. Бұл сома үлкен емес. Егер сізде жақсы пәтер болса, немесе сіз мирасқор ретінде үлкен үй алсаңыз, сіз байсыз. Мысалы, 90-шы жылдардың басында жылжымайтын мүлік $5-7 мың тұрды. Көлігіңді сатып пәтер алуға болатын қазіргі кезде сіздің 2-3 үлкен пәтеріңіз болса, сіз миллионерсіз. Өмір жақсарды. Көп ақша табудың жолдары пайда болды. Бай болу мүмкіндігін қазір барлығында бар. Сондықтан жайсыз жағдайға нашар жоғарғы салық пен әлемдік дағдарысқа сілтеп шағымданудың қажеті жоқ. Барлығы өзіңізге байланысты екендігін есіңізден шығармаңыз. Жоғарыда аталған соманың жинақтаған кезде сіз қаржылық еркіндікте боласыз. Ол дегеніміз бұл соманы банкіге 8% жылдық мөлшерімен салу негізінде сіз жылына $120,000 пайда түсіресіз. Оны 12 айға бөлсеңіз, ай сайын $10,000 таза табысқа жетіп, өз болашағыңыз туралы уайымдамауға қол жеткізесіз. Сіз ақшаға емес, ақша сізге жұмыс істейтін болады. Көп адамдар осылай жасайды. Неліктен сізге бай әрі оқуатты адамдардың қатарына қосылмасқа? Сізде барлығы жақсы болады. Сіз басқа адамға айналып, өзіңізді бай адам ретінде сезінесіз және былай ойлайтын боласыз. Мен бай адаммын, еркінмін, бейқамын, мен енді еш ақшаны жайлы ойламасам да болады. Мен енді өзімді жеңіл сезінемін. Сіз осындай дәулеттікке 5-7 жыл ішінде жете аласыз. Егер сіздің жүрегіңіз бен санаңыз бір бағытта жүрсе, егер сіз өзіңіз сізді жақсы көретін жақындарыңыз үшін күресуге дайын болсаңыз, мұны шындыққа айналдыру оңай. Бұл жағдай орын алғанда сіз өзіңізді сенімді сезінесіз және жаныңыз рахаттанады. Мынандай күлдіргі әңгіме бар. Бір жүргізуші бай жолаушыны үйіне жеткізеді. Жеткен кезде әлгі адам жүргізушіден қанша ақша беруім керек деп сұрайды. Жүргізуші $100 деп жауап береді. Жолаушы таңданып, сондай қымбат па деп сұрайды. Сонда жүргізуші кеше ұлын алып келгендігін және ол $200 бергендігін айтады. Оған жолаушы былай дейді: "Иә, мен түсінемін, бірақ оның әкесі миллионер, ал мен жетіммін." Бай адамдар ақшаның не екенін, оның қалай табылатынын және оны қалай жұмсау қажеттігін біледі. Ғалымдар зерттеу жүргізген. 4 маймылды алып, торға отырғызып, жоғарғы жақтарына банан іліп қояды. Маймылдардың қарындары ашып бананды алу үшін жоғары секіргенде, олардың үстінен суық су құйып отырады. Біраз уақыттан соң олардың бананды қайтадан алғылар келіп, секіреді, оларды тағы да сумен шаяды. Осылай бірнеше рет қайталанады. Кейіннен маймылдар бананға тек қарап отырады. Секіріп алуға қорқатын жағдай туындайды. Кейіннен торға жаңа маймылды отырғызады. Ол ештеңе білмейді, бананды алуға тырысқысы келеді. Ал басқа маймылдар оған кедергі жасап, тіпті ұрып тастайды. Біраз уақыттан кейін торға тағы бір маймылды қосады. Ол да бананды алғысы келеді, бірақ оны да тоқтатып, ұрып тастайды. Торға түскен барлық маймылдарға осылай жасайды. Бұл жағдай маймылдар саны 12-ге жеткенше жалғаса береді. Содан соң ғалымдар өз тәжірибесі негізінде су жайлы білетін алғашқы 4 маймылды және солар тәрбиелеген кейінгі 4 маймылды тордан шығарып тастайды. Тек соңынан салынған маймылдарды ғана қалдырады. Және осыдан кейін торға жаңа маймылдарды қоса бастайды.
Олар маймылдардың өздеріне басқаша ұстайтынына сенеді. Алайда бастапқы сценарий қайталана береді. Бұрыннан отырғызылған маймылдар жаңа маймылдарды бананды алуға тырысқандарды үшін ұра береді. Енді оны суға шайылып көрмеген маймылдар да қайталайды. Олар да банандарды тиісуге болмайды деген қатаң ой қалыптасады. Олар тыйымның себебін білмесе де банан алу үшін ұмтылғандарын жазалай берді. Осындай стереотиптер адамдар өмірінде де кездеседі. Сіз бірдеңеге қол жеткізгіңіз келсе, сізге міндетті түрде кедергі жасайтындар табылады, себебі бұл жасалуы тиіс нәрсе. Сізді қоршаған адамдардың естіген жағымсыз ақпараты немесе біреудің жағымсыз тәжірибесі оған себеп болуы мүмкін. Адамдар жағымсыз көп заттар айтады, райыңыздан қайтарғысы келеді, оның мүмкін еместігіне сендіруге тырысады. Өзіңізді қолға алыңыз, өзіңізге сеніңіз және ешкімнің сөзіне ермеңіз. Жоғарыда айтылған инвестиция жолының формуласы, яғни қаржылық еркіндіктің формуласы, $10,000 көбейтеміз 150-ге. Бұл, яғни $1,500,000. Яғни 8%, бұны $1,500,000 банкке 8%-мен қойсақ, бұл жылына $120,000. Оны $120,000 12 айға бөлсек, айына $10,000. $10,000 айлық кіріс, 12, яғни айлар. Осылайша сіз қаржылық еркіндікте боласыз. Сіздің блокнотыңызға. Сізге алтын жұмыртқа туатын өз тауығыңызды жасау керек. Алтын жұмыртқа дегеніміз салған салымыңыз негізінде алып отыратын пайызыңыз немесе кірісіңіз. Өз отбасыңыздың қаржылық қорғанысын ұйымдастыру үшін бір жыл ішінде жақсы өмір сүре алатындай соманы жинақтау қажет. Мысалы $500. Оны 12-ге көбейту арқылы $6,000 аласыз. Осы соманы жинақтамайынша көңіл көтеру және керексіз шығындар туралы ұмытыңыз. Сіз ең қажетті деген заттарды ғана аласыз. Қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін сізге біртіндеп $75,000 жинау керек. Егер сіз осы соманы кез келген банкке 8% жылдық мөлшермен салсаңыз, жыл сайын $6,000 алып отырасыз. Оны 12-ге бөліңіз, айына $500 шығады. Қаржылық еркіндік үшін $1,5 миллион жинау керек. Бұл соманы банкке 8% жылдық мөлшермен салу арқылы жылына $12,000 кіріс табасыз. Оны 12 айға бөлсеңіз, ай сайын $10,000 пайда шығады. Бұл сізге болашағыңыз үшін қорықпауға мүмкіндік береді. Сіз ақша үшін емес, ақша сізге жұмыс істейтін болады. Құдай шығармашылық, мақсатты, жетістікті адамдарды жақсы көреді. Солар үшін ол ерекше жағдай жасайды, және де солғын бастамасы жоқ, өзіне сенбейтін, әрқашан жылап отыратын адамдарды жақсы көрмейді.